Баршаңызға сәлем. Пайдалы және қызықты арнасына қош келдіңіздер. Аскөк суы ішек құрттарына, микробтарға қарсы қақырық түсіретін әсерге ие. Аскөк дәнінің эфир майлары антибактериялық, жел айдайтын, қабынуға қарсы көмек көрсетеді. Аскөк суын әзірлеу үшін аскөк дәндерінің бір ас қасық мөлшеріне бір стақан ыстық су құйып, су буында 15 минут көлемінде қайнатыңыз. Ересектерге тамақтан кейін күніне 3 рет стақанның 4/1 бөлігі мөлшерінде ішу керек. Омыраудағы балаларға емізуден 10 минут бұрын шай қасықтың 3/1 мөлшерінде беру қажет. Дайын ерітіндіні тоңазытқышта 1 айдан артық сақтауға болмайды. Ең дұрысы, әр кез жаңадан жасап отырған абзал. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, пайдалы видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Өт пен бүйрекке тас байланған кезде 2 ас қасық аскөк шөбін тұқымы, шөбі, жапырақтарын ұнтақтап 500 мг қайнап тұрған су құйып, су моншасында тағы 20-30 минут ұстайды. Осыны бұқтырып салқындаған соң жылыдай ас алдында 3-4-ке бөліп ішеді. Зәр жолдарының ауруына зәр бөгіліп, жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стақан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып, сүзіп 1 ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Аскөктің ұнтақталған дәнінен 1 шай қасықты 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Ішіңіз жүрмей қатып қалған кезде, осыдан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымынан алып, ұнтақтап, оған алоэның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 шай қасығын 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан ас алдында күніне 3 рет ішетін болса, ішек жұмысын реттейді. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылған кезде 1 стақан аскөк тұқымын ұнтақтап, оған 2 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады да, жарты литр таза кагор шарабына салып, 20 минут ақырын қайнатады. Осыны 2 сағат бұқтырып қойып, жатар алдында сүзіп 50 грамнан ішеді. Бір емделу барысы 7 күн. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған аскөк шөбін 250 мг қайнап тұрған суға салып, 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стақаннан ішіп 10 күнге жалғастырады. Аллергиядан тері бүлініп қотырланғанда аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да қотыр үстінен компресс жасайды. Көздің көру қабілеті нашарлап, үстіңгі қабатына жұқа қабат өсіп шыққан кезде аскөк шырынына таза дәкіні батырып, көзге компресс жасайды. Дене күйіп қалған кезде аскөк шырыны мен шөбінің қайнатындысын жылыдай көзге компресс жасайды. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр қайнаған су құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стақаннан 3 рет тамақтанудың алдында ішу керек. Аскөкті ақ желкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөк пен 1 ас қасық ақ желкен керек. Оны шайнекке салып қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңызды ішіңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық ішуге болмайды. Себебі оның қатты несеп айдағыш әсері бар.